Кеш жарық қыздар. Бүгін бізде прямой эфир гастроэнтеролог маманмен іш қату мәселесі бойынша болады. Бүгін бізде эфир жүктілердегі іш қату, не істеуіміз керек, соған байланысты бүгін эфирді өткізейік деп шештік. Гастроэнтеролог маман бізде Құлбалаева Гүлім Арыстанбекқызы, өзінің шебері. Қазір бізге эфирге қосылатын болады. Менің даусым естіліп тұрса, көріп айтып жіберіңіздер. Қазір доктор бізге қосылсын. Қазір күтетін боламыз. Мен шақыруым керек па, әлде маған қосылу керек па? Сол жерін айтып беріңіздер. Қалай екенін. Так, запрос күтеміз. Міне. Жүктілердегі іш қату мәселесі бүгін бізде өте жиі қойылатын сұрақтар. Ассалаумағалейкум. Кешәрі. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз жүктілердегі іш қату ғой. Өзінің маманы біздер асқазан ішек жолдарының емдейтін, асқазан ішек жолдарының ауруларымен айналысатын дәрігер, бұл гастроэнтеролог маманы. Сондықтан да Гүлім Арыстанбекқызы бізде гастроэнтеролог маман. Егер де сұрақтарыңыз болса, эфирдің аяғына таман қойсаңыздар болады. Біздер енді бастаймыз бүгінгі тақырыбымызды, иә? Қайырлы кеш, қуаныштымын. Өте осындай өте маңызды тақырыпты талқылауға. Сұрақтарыңыз болса, дайындап қойып отыруларыңызға болады. Ал енді біздер осы эфирді басынан айтайық, осы іш қатудың не себептен болады осы жүктілерде? Жиі сұрап атады, жүктілік кезінде іш қатуға шағымданып. Себептерін айтып кетсеңіз. Бүгінгі эфирде барынша барлық білімімізді ортаға салуға тырысамыз. Іш қату негізі қазір ең осы актуальды проблема болып табылады. Жалғыз жүктілерде емес, барлық адамдарда бар, бірақ әйел адамдар онымен өте жиі кездеседі әйел адамдарда. Соның ішінде жүктілік және босанғаннан кейінгі кезеңде. Мен Инстаграм парақшамды жүргізген кезде маған да көптеген әйелдер хабарласады. Жүктілік кезінде жүктімін немесе босанғаннан кейінгі ерте уақытта осындай іш қату проблемасы болып жатыр деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Сол себептерін бірінші айтып өтейік. Яғни ең бірінші себептеріне ол яғни физиологиялық жағдай болып табылады. Жүктілік кезінде әйел адамның ағзасында прогестерон дейтін гормон бөлінеді. Ол гормон ішектің жұмысын баяулатады және ішектің жұмысын күшейтетін мотилин дейтін гормонның өзі де ол кішкене тежеледі. Ол не үшін керек? Ол бізде жүктілікті сақтау үшін керек. Бізді өзіміз Алла Тағала солай жаратқан. Ағзамызды жүктілікті 9 ай бойы сақтап жүру үшін ішектің жұмысын кішкене баяулатқан кезде баяулатады. Ал егер бізде ішегіміз кәдімгідей қатты жұмыс істеп тұратын болса, онда ол қасында тұрған жатырға әсерін беріп, жүктіліктің үзілу қаупі болуы мүмкін. Сол себепті бізде кеше маған сұрақ келіп жатыр. Ол жаман әсер етпей ма, ішегін қысып қалмай ма деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Көрген шығарсыздар. Ол ондай ешқандай да зияны жоқ. Себебі ол біздің өзіміздің жаратылысымызда ол соған бейімделеді. Әйел адамның организмі бейімделеді. Бірақ жүктіліктің кеш кезеңінде негізі іш қату жүктіліктің екінші триместрінде көріне бастайды, және үшінші триместрінде ол уже қатаң түрде, яғни
қатты білінеді әйел адамдарда. Себебі уже гормон бөлінеді, гормонның әсері де бар. Үшінші триместрде жаңағы жатыр үлкейіп, ішінде ұрық өскен сайын жатыр үлкейеді ғой. Ол ішекті белгілі бір неге дейін ысырып тастайды. Ысырған кезде ішектің уже бұрынғыдай жиырылғыштығы да азайып тұрып, және ол шамалы қысыңқы болғандықтан оның уже ішіндегі құрамы да баяу қозғала бастайды. Және де жүктіліктің кезінде әйел адамға жаңағы темір препараттары, кальций тағайындалады. Оның өзі де неге іш қатуға алып келеді. Сондықтан да жалғыз сізде жүктілік кезінде іш қату болатын болса, онда жаңағы не жалғыз менде екен деп ойламаңыз. Яғни ол бүкіл әйел адамдар оған бейім келеді, бірақ белгілі бір тәртіптерді сақтасаңыздар, одан кішкене алдын алуға болады. Жалпы негізгі себептер осы. Және де жүктілік кезінде енді әйел адамның тамаққа деген тәбеті өзгеріп кетеді. Жаңағы пристрастие дейді ғой, бір белгілі бір тамақтарға дейтін жаңағы жегісі келеді, режим сақтамай кетеді. Біреулер ет жейді, біреулер тағы бірдеңе жейді. Жаңағы жегім келіп тұр деген сияқты өзінің ішінде нелер болады да. Режимді жаңағы көбіне жаңағы ішектің жұмысына жақсартуына көмектеспейтіндей тамақтарды пайдаланып кетуі мүмкін. Соның өзі де белгілі бір әсер береді. Және жаңағы жүктіліктің соңғы триместрлерінде уже босануға жақын көп қимыл қозғалыста азаяды. Уже ыңғайсызданады, жүріп тұруға. Наоборот, сол кезде бізде қазақта бар ғой, сен жүру керексің деп айтады ғой. Пол жүру керексің, сол негізі дұрыс. Себебі қозғалыс керек ішектің жұмыс жасауына қозғалыс керек. Кемінде далаға жаңағы серуендеуге шығып тұру керек. Бізде керісінше қазақтар жаңағы өздері жатқызбау үшін айтады дейміз да, негізінде бір несі бар сонда. Бір шындық бар енді, керек, пайдалы. Мысалға енді негізгі себептер осы. Мысалға жүктілердің барлығында прогестерон гормоны болады, жатырдың жиырылып, жатырдың ішіндегі жүктілік сақталу үшін. Және ішектерді расслаблять етеді, осы гормон. Осы гормон барлығында да бірдей болады ғой. Неге бірақ кейбір әйелдерде іш қату болады, кейбір әйелдерде іш қату болмайды. Ол өзінің жаңағы тамақтану әдетіне байланысты ма? Әлде режимді бұзып? Кейбір әйелдерде болмауы мүмкін, тамақтану режиміне де байланысты, қозғалыс белсенділігіне байланысты. Және мынандай жағдай бар, әйел адамда жүктілікке дейін бір бейімділік болған болуы мүмкін. Іш қатуға бейімділік, яғни ішегінде ол жаңағы ішектің өзінің проблемалары болады. Яғни жүктілікке дейін іш қатуға бейімділік болса, немесе іш қату болса, ол жүктілік кезінде одан сайын асқынады. Ол одан сайын көрінеді. Әйел өзі байқамаған болуы мүмкін, немесе мән бермей жүрген болуы мүмкін. Бірақ ол жүктілікке дейінгі деп бар проблема, ол ешқайда кетпейді. Демек, ішінде микрофлорасымен ішектің, немесе ішектің жаңағы жұмысымен өзі бір жүктілікке дейінгі бар проблемасы одан сайын асқынып, сол көрінеді. Және оның үстіне тамақтанудағы ерекшеліктер қосылады, қимыл қозғалысының азаюы қосылады. Жүктілікке дейінде онда қимыл қозғалыс аз болған болуы мүмкін. Немесе судың режимін сақтамай. Көбіне сондай жағдайлар болады. Яғни оны жүктіліктен де сразу бірден көре салуға болмайды. Бұрында бір проблемалары болған болуы мүмкін ішекте. Жүктілік кезінде одан сайын асқынады. Сондықтан да мысалға жүктілікті пландап жүрген, жоспарлап жүрген әйелдерге айтамыз ғой біз, кез келген ауруларыңызды алдын ала емдеп алыңыз деп. Тіс болса тіс, асқазан ішек жолдары болса, асқазан ішек жолдарын емдеп алу керек. Себебі асқазан ішек жолдарымен проблема болатын болса, токсикозда ауыр өтеді бізде, іш қатулар болуы мүмкін осындай. Дұрыс айтасыз, жүктілікке өте дайындалу керек. Соның ішінде екінші, үшінші жүктілік болатын болса, ол біріншіден гөрі ол одан сайын әйел организмі әлсірейді. Үшінші, төртінші жүктіліктерде ол арасы өте қысқа болатын болса, тіптен ол емдеп үлгермеуі да мүмкін. Мысалы, ауруларын емдемек түгіл тексеріп үлгермейтіндер де бар. Себебі көп әйелдер хабарласады, бала көтеріп қойып едім, ерте кезде 12 аптаға дейін хабарласады, менде токсикоз өте қатты болып жатыр,
бұрын гастритім бар екенін білмедім деген сияқты сондай нелермен хабарласады. Ол кезде ештеңе істей алмайсың. Сол себепті осындай ақыл айтар едім, иә, дұрыс жүктілікті жоспарлау керек, барынша қолдан келгенше. Негізгі моменттер сол тексеріс жүргізу керек. Егер іш қатуға бір бейімділік, бір белгілі бір өзіңіз байқайсыз ғой енді, сондай болатын болса, тексеріліп, хотя бы жаңағы бір алдын алған дұрыс. Сосын жаңағы себептеріне, іш қатудың себептеріне, негізі іш қатудың өзі оған себепке алып келуі мүмкін. Немесе жаңағы жамбас не дейді, бұлшық еттерінің әлсіздігі де іш қатуға алып келуі мүмкін. Екеуі бір-бірін асқындыратын не? Қазір өте жақсы талқыланып жүр ғой, неде, Инстаграмда, интернет желісінде жаңағы не дейді, имбилдинг. Имбилдинг ол жалғыз жатырын бұлшық еттерін емес, аралықтың бұлшық етін, тікшектің бұлшық еттерін барлығын жаңағы кішкене неге қалпына келтіруге болады. Босанғаннан кейін, бірінші, екінші босанғаннан кейін ол уже актуальны босанған әйелдерге. Имбилдинг іштің алдыңғы қабатын бұлшық еттерінде ол жақсы әсері бар, бірақ оны дұрыс істеу керек, әрине. Иә, оны әрине дұрыс істеу керек, оның өзінің техникалары бар, және істеуге, жасауға болмайтын кездер бар, оның бәрін білу керек. Оны гинекологтар сіздер енді ең маңыздысын айтып кетейік біздер қыздарға. Бұл қалай енді біз не істейміз? Ішіміз қатып жатыр жүктілік кезінде. Не істеуге болады? Жүктілік кезінде іш қату бар, делік мысалы әйел адамда, ол ең бірінші не істейді? Ең бірінші дәрілік препараттарға жүгінбеу керек. Себебі көп әйел адамдар білместікпен дәрілік препараттардан бастап қою мүмкін. Бірақ ішектің жұмысы ол дәрілік препараттарға үйреніп кетеді. Яғни оны өзінің жиырылтып үйрету керек ішекті. Ішек өзі жиырылып, ішекке көмектесіп жүрсеңіз, ол өзі ары қарай жиырылып, сіздің айтқаныңызды орындайтын болады, былайша айтқанда. Ал дәрілік препараттарды сіз бірден қабылдап алатын болсаңыз, ешқандай режимді өзгертпей, ешқандай тамақтануды өзгертпей, дәрілік препаратты қабылдаңыз, ол тек қана симптомдарды жояды, яғни сізде үлкен дәрет болады, бірақ сіздің ішегіңіз әлі де дайын, жаңағы көзілдірік киген сияқты ғой. Көзі нашар көретін адамға көзілдірік кигізіп қойса, оның көзі көріп кетпейді ғой. Ол тек жаңағы көруді жақсартады. Сол сияқты іші өткізгіш дәрілерде, слабительный орысша, сондай әсер береді. Олар емдемейді, оның проблеманы жоймайды. Себеп әлі бар күйінде. Просто сіздің ішегіңіз жақсы шығып тұрады. Демек, сізде ең бірінші медикаментозды емес емнен бастау керек. Яғни ең бірінші оған судың режимін дұрыстау, суды тәулігіне 1,5-2 литрге дейін ішуге болады. Ішу керек. Но кейбір енді жүктіліктің кезінде жаңа бір ауыр бар ғой, жаңа ісіп кететін жағдайларда енді кішкене шектеуге болады судың мөлшерін. Бірақ егер ісік жоқ, протеинурия ондай жоқ кезде қабылдауға болады 1,5-2 литрге дейін. Оны гинекологтарыңызбен ақылдасасыздар. Екінші клетчатка дейді, тағам талшықтары, яғни құрамында тағам талшықтары көп, тамақтарды өте жақсы пайдалану керек, молынан пайдалану керек. Тәулігіне 20 граммға дейін болу керек клетчатканың мөлшері. Ол шамамен көкөністер мен жемістерді санағанда 500 грамм минимально. Дүниежүзілік денсаулық ұйымдарының ұсынысы бойынша 500 грамм көкөніс пен жемісті бір адам ең аз дегенде пайдалану керек. Ал ең азы 500 грамм болатын болса, ары қарай да көп деп пайдалануға болады. Бірақ ең аз 5,5 келі сіз көкөніс пен жеміс бір адам қабылдау керек бір тәулікте. Және де тағам талшықтарының жасанды түрлері бар. Яғни жасанды дегенде дайындап қойған бізге түрлері бар. Ол отруби деп аталады, пшеничный отруби, сосын екіншісі подорожник, жол желкеннің кебегі, псилиум деп аталады. Оны да тағамға араластырып ішуге болады. Ол ондай привыкание тудырмайды. Ол да іші өткізгішке жатады былайынша, бірақ
табиғи ол тамақтың құрамындағы клетчатканы сізге дайын күйде ішесіз. Екіншісін айттым, яғни тағам талшықтары клетчатка. Үшіншісі қалыпты адамдарда ішекке жаттығуды бірақ жүктілік кезінде жасауға болмайды. Ішке жасалатын жаттығуларды жаңа айтты ғой. Инбилдингтегі жаттығулар, ішті алдыға артқа тартып, ол жаттығулар зиянын келтіруі мүмкін. Сол себепті физикалық белсенділік керек, бірақ таза ауада серуендеу, мүмкін бассейн болу мүмкін, тағы да бір жеңіл жаттығулар бұрыннан жасап жүрсеңіз, кішкене соны жалғастырып, бір кері әсерін тигізбейтіндей болатын болса жақсы. Бірақ физикалық белсенділік керек. Даже жаңағы этажбен көтерілгеннің өзі көп көмегін тигізеді. Мысалы, 5 этаж күніне 4 этажға 3-4 рет мініп түссеңіз де, оның өзі де біраз әсерін береді. Төртіншісі, негізі 4 принцип бар. Төртіншісі ол тренировка кишечника деп айтамыз. Тренировка туалета дейміз орысша. Қазақша мен ішекті жаттықтыру деп аударғандай болдым. Ішекті жаттықтыру, яғни ол жүктілік кезінде жасауға болады. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде қалыптыда ішек босайды. Таңғы астан кейін 20-30 минуттың ішінде адамның ішегі босап, үлкен дәретке бару керек. Сол рефлексті сіз жандандырасыз, яғни таңертең тұрып, таңертең аш қарынға 1-2 стакан су ішесіз, содан кейін 20 минуттан бір қимылдау алуға болады, үйде шамалы жеңіл зарядкалар жасап, одан кейін таңғы асыңызды ішесіз. Таңғы астан кейін, таңғы ас плотный болу керек, тығыз, кәдімгідей құнарлы болу керек. Таңғы астан кейін 20-30 минуттан кейін дәретханаға барып отырасыз. Унитазға отырудың өзінде қалпы бар. Егер жер үйдің дәретханасы болса, онда ол қалыпты өзгертпеуге болады. Ал унитазда отырған кезде аяқтың астына жаңа подставка қойып отыру керек. Себебі ол физиологиялық қалыпқа жатпайды. Дәретханада отырғанда 5 минуттай отырасыз, примерно 5 минут, 3 минут, одан артық отпайсыз. Яғни қалыпты отыратын уақыт көпте отыруға болмайды. Егер шықпаса, онда ештеңе етпей тұрып кетіп қаласыз. Бірақ сіз жаңағы ритуалды жасау керексіз. Себебі сіз ішекті үйретіп жатсыз. Ертеңінде де солай қайталайсыз, арғында да солай қайталайсыз. Примерно 1 апта 5 күннің ішіне қайталаған кезде уже адамда рефлекс пайда болады. Бұл жалғыз жүктілерде емес, ол барлық адамдарға кеңес берем бұны орындауға. Себебі ішектің рефлексін осылай қалыптастыруға болады. Жүктілерде ол ешқандай қарсы көрсетілімі жоқ. Осы 4 принципті сақтайсыз. 4 принцип жаңағы барлығын орындап көру керек. Бұны біреу қиын, біреу істей алмай жатырмын деген ол жарамайды. Барлығын орындап көру. Егер ол кезде де әсер етпей жатса, онда уже медикаментозды немесе басқа бір табиғи іс жүргізетін дәрілерді қарастыруға болады. Медикаментозды да айта беремін. Жоқ, осы орайда жаңа көкөністер туралы айттық қой. Тамақтану режиміне кішкене айтып кеткен дұрыс шығар, потому что бірден медикаментозный емес, себебі әйелдер ойлайды, бірден медикаментозный ішейін, әйтпесе болмайды деп. Бірақ режимді жаңағыдай қалыптастыру арқылы жақсы нәтижелерге жетуге болады, иә. Соның ішінде көкөністер 500 грамм деп айтып кеттік қой. Соның ішінде қандай көкөністер именно жақсы әсер етеді? Көкөністер деген кезде барлық көкөністердің ішінде бар. 40 қабатта жақсы, 40 қабаттың ішінде жақсы кездеседі. Бананда да клетчатка жақсы кездеседі. Сәбіз, қызылша, жемістердің барлығында дерлік бар. Сосын жаңа жидектер дейді ғой, орысша ягоды. Олардың ішінде де жақсы кездеседі. Және де сухофрукты, қалай айтсам болады, құрғақ кепкен жемістер, өрік, чернослив, жаңағы мейіз, жаңғақтар, түрлі жаңғақтардың ішінде барлығын ішінде клетчатка, ең көп тамақтар осы жаңғақтарда, сосын құрғақ кепкен жемістерде, сосын қауын қарбызда бар. Енді қазіргі кезде қауын қарбызда қиындау болатын шығар. Және нан өнімдерінде бар, бірақ нан дейтін ақ ұннан жасалған емес, барынша қара бидайдан және ірі тартылған нан болу керек. Хлеб грубого помола деп жазылып тұрады.
отрубами деп жазылып тұрады неде этикеткасінде мейіз иә. Және де так крупалар, овсяная крупа, жаңа пшеничная крупа, осылардың ішінде клетчатка жақсы кездеседі. Осыларды күнделікті рационға қоссаңыз ұтылмайсыз негізі. Және су ішудің режимін айттық қой, жаңа ұйқыдан тұрған бойда жылы су ішу керек. Ұйқыдан тұрған бойда жылы су не обязательно, көбісі жылы су деп айтады, енді бөліндіретін негізі ол өтке әсер етпейді. Былайынша контрастный температураны суды ішкен жақсы. Мысалы, таңертең прохладный су ішсеңіз, сосын жылы завтрак жейсіз ғой, содан кейін қайттан контрастный не ішуге болады, су ішуге болады. Сол кезде ішекке шамалы стимуляция береді. Сол үшін, мысалы, ішім жақсы жүрді деп, негізі осы температураны ауыстырып отқан ішектің жағдайына жақсы. Немесе жылы, сосын қайттан мұздай тамақ, сосын қайттан жылы деген сияқты сөйтіп ауыстыратын, ол ішектің жұмысын белсендіреді. Өтке ешқандай әсері жоқ. Көбісі өтпен шатастырады. Өт тек қана майға бөлінеді, майлы тамақтарға. Бірақ күні бойына минимально 8 стакан су ішу керек. Комнатный температура болсын, жылы болса, жылы болсын. Әйтеуір қатты салқын емес, қатты ыстық емес. Себебі ыстық болатын болса, сіз өңеш жұтқыншақты күйдіріп алуыңыз мүмкін. Енді медикаментозды еміне келіп тоқталып кетсеңіз? Медикаментозды емді айттым ғой, ең бірінші кезекте бірден бастамау керек. Жаңағы барлық шараларын орындау керек. Суды ішесіз, клетчатканы қосасыз, клетчатканы жаңағы дайын түрін қосуға болады. Егер көкөніс пен жемісті жей алмай жатырмын, болады ғой кейде тәбет тартпайды, жей алмайды, құсқысы келеді деген сияқты жағдайлар болса, тамақтың ішіне, любой тамақтың ішіне жаңағы отруби, псилиумды қосасыз. Содан кейін жаңағы жаттығу емес, физикалық белсенділікті арттырасыз. Одан кейін жаңағы тренировка кишечниканы жасайсыз. Оның өзінде де әсер етпей жатса, медикаментозды емге жатпайды, бірақ жүктіліктің екінші триместрінен бастап семинальна дейтін бар. Ол как жаңағы зығыр, қазақша зығыр, зығырдың дәндерін суға бұқтырып, шыршымен бірге ішуге болады. Мен инстаграм парақшамнан рецептісі қалай жасалу керегі тұр, дайын зығыр дәні деп іздесеңіз болады. Соны ішсеңіз, ол жаңағы ішекті, үлкен дәреттің массаларын жұмсартады. Кішкене ішінде шыршы бар, шамал обволакивать етеді кишектің ішінде, ішектің ішінде. Еще дәреттің массаларын, май, зығырдың ішінде май бар, май алынады ғой. Льняное масло дейтін де бар. Оны да ішуге болады, жүктілік кезінде іше алады ма, іше алмайды ма, білмеймін. Ана слизді енді жақсы ішкен. Бірақ екінші триместрінен бастау керек. Безопасно, сол екінші триместрінен бастау. И оған да көмектеспейатса, оны жатарда ішіп жатасыз, 2-3 күннен кейін әсер білінеді. Сосын жаңағы бірден ішіп, болмай жатыр, ойбай, сразу әсер етпей жатыр деп паниковать етудің да керек жоқ. Мысалы, зығыр дәнін ішсеңіз, ол 2-3 күнде әсер етеді. Егер клетчатка ішетін болсаңыз, ол 1 аптадан кейін әсерін беру мүмкін, 5 күнде әсерін беру. Сіз әрі қарай жалғастыра беру керексіз. Бір күн ішіп әсер етпеді, жұмыс жасамады деп уже дәріге көшіп кетуге болмайды. Айтқан дұрыс емес екен деген сияқты. Оны күте білу керек. Көп науқастардан байқаймын, күтпейді, күте алмайды. И жаңағы не, бірден дәріге көшіп кетеді, бір дәріден кейін бір әсер етпесе, екіншісіне көшіп кетеді. Сондай, маған даже кейде звондап тұрады. Мен дейтін, іштім, 20 минут болды, әлі келмей жатыр деген сияқты. Адам күте білу керек. Бірден әсер етпейді ештеңеде, соны айтқым келген. Енді медикаментознаға келетін болсақ, көп дәрілер балаға әсер ету мүмкін, ұрыққа әсер ету мүмкін, әйелдің өзіне де әсер ету мүмкін. Және жүктілік кезінде жаңағы дәрілік препараттарды өте ұзақ пайдалануға болмайды. Өте ұзақ пайдалануға. Оны курспен пайдалану керек, яғни курс 2 аптадан аспау керек. Максимально 2 апта болады. Одан кейін сіз уже жаңа дозасын азайтып, қайттан жаңағы бұрынғы медикаментозды емес емді қайтта жалғастыра бересіз. Егер көмектеспей жатқан жағдайда енді
5 күнде 6 күнде шықпай қалатын кездер болады. Сол кезде уже жаңағы дәрілерді қосуға болады. Бірақ оның өзі курспен. Айтып отырмын, бір іштіңіз бе, бітті, әсер еткен жоқ, ертең шыққан жоқ, болды деп тоқтатып тастауға да болмайды. Бастадыңыз ба курспен? Бастадыңыз ба соңына дейін, 14 күн ба 14 күн, 10 күн ба 10 күн. Және барынша дәрігердің тағайындауымен ішкен дұрыс. Дәрілердің атына келетін болсақ, ең безопасный қазір дифалак болып табылады. Дифалак, лактулоза ең безопасный осы. Себебі ол ұрыққа әсер етпейді, және де әйел организміне барынша жақсы әсер етеді. Қалғандары ұрыққа әсер етуі мүмкін, немесе привыкание, үйреніп кетушілікке алып келеді. Қазір енді бір дәріні айтсам, негізі бізде бар ондай жұмыс. Осыған жабысып алып бітті, өмір бойы ішіп кетуі мүмкін, там бір жыл ішуі мүмкін. Сол үшін барынша түсіндіріп айтқым келеді. 14 күн, максимально 14 күн. Содан кейін қайттан сіз жаңағы курсты жүргізесіз, курспен ішіп тұрасыз тек қана. Барынша қысқарту керек уақытты. Дифалак бірақ ішкен кезде ішкептіріп жіберуі мүмкін. Оның жағымсыз әсері сол, ішкептіруі мүмкін. Қатты вздутие болатын адамдар да бар, тым білінбейтін адамдар да бар. Әркімге қалай әсер етеді. Медикаментозды емі барынша рұқсат етілген осы. Қалғандары жағынан кеңес бермеймін қалған дәрілерді. Тек дәрігердің ғана кеңесімен өте ауыр қалған дәрілердің барлығы тек қана дәрігердің контрольдауымен жүру керек уже. Егер де үй жағдайында өзім бастап көрем дейтін болсаңыз, дифалак только 14 күнге, 10 күн, 14 күн максимум болды. Қалған дәрілерді только дәрігердің бақылауымен. Ол да поэтапно жүреді. Іш қатудың емі негізі этаппен жүреді. Сіз бірінші жаңағы өмір салтын өзгертесіз, тамақтануды өзгертесіз, физикалық белсенділікті қосасыз, тренировканы жасайсыз. Содан кейін олар әсер етпегенше уже келесі этапқа өтесіз. Клетчатка деген. Одан кейін жаңа семинальнаны көресіз. Ол әсер етпесе, уже дәрілік препараттарға көшесіз. Ол дәрілік препараттарында өзінің жаңағы кезең-кезеңдері бар. Біреу әсер етпесе, екіншісі деген. Оның бәрін сіз өзіңіз бақылап отыра алмайсыз. Бір прямой эфирден естіп алдым деп іше беруге болмайды. Сол себепті ең төменгі жаңағы сізге рұқсат етілетін дифалак. Одан ары қарай ешкімге рұқсат етілмейді. Ары қарай ол дәрігердің назначениесі болу керек. Себебі ары қарай асқынулар өте көп болуы мүмкін. Енді осыны қорытындылайық эфирімізді. Негізі ең бірінші айтқым келетіні бұл жүктілерге дайындалу керек, жүктілікке. Міндетті түрде. Егер де асқазан ішек жолдан бұрын-соңды гастрит болған болатын болса, емдемеген болатын болса, панкреатит, гастрит, ішектің іш қату, өтте проблемалар болатын болса, жүктілікке дейін желательно емдеп алған дұрыс. Себебі жүктілік кезінде барлығы асқынады, осындай өршулері болады аурулардың. Ең бірінші айтатынымыз профилактика сол, иә. Ал енді екінші біздер көбінесе тамақпен ретке келтіруіміз керек. Режимімізді қарастыруымыз керек, жаңағы таңертең тұрып су ішуіміз керек, одан кейін завтракымызды ішуіміз керек, қимыл қозғалысты қосуымыз керек. Егер де жұмысыңыз жаңағыдай отырып, үнемі отыратын жұмыс болатын болса, серуенге шығу керек, 40 минутқа дейін күніне серуен қосу керек. Ішек жол жұмысын жақсартады, иә. Және тамақтардың жаңа 500 граммдай көкөністер мен жемістерді жеуіміз керек. Оның ішінде жаңа айтып кеткен біздің орамжапырақ капустамыз, иә. Свекла, және сухофруктардан өте жақсы әсер. Егер де осыны поэтапно жасайтын болса, негізі іш қатудан құтылуға болады. Осы кеше ғана маған бір қыз аяғы ауыр келіншек жазған болатын. Мен жүктілік басталғаннан бері фастфуд жеп жатырмын. Фастфуд жеп жатырмын, бургер жеп жатырмын, кола ішіп жатырмын. Оның қандай әсері бар маған дейді. Балаға қандай әсері бар? Егер де мысалға, ол да асқазан ішек жолдарының ауруын өршітеді, қарап отырсаңыз, иә. Токсикозды одан сайын күшейтуі мүмкін. Нанды үнемі фастфуд жесе іш қатуға келуі мүмкін, иә. Және де ең маңыздысы ол сахар көп, жаңа кола, фастфуд, ұрықтың өсіп кетуіне алып келуі мүмкін. Крупный плод
соның нәтижесінде мысалға кесір тілігіне ілінуі мүмкін, гестационный сахарный диабетке алып келуі мүмкін. Сондықтан да тамақтануды реттеу ең маңызды болып келеді. Көп жағдайларда тамақтанудың өзімен, режимнің өзімен біз ретке келтіре аламыз. Егер өзіңіз ол тамақтануды ретте алмай жатсаңыз, гастроэнтерологтан кеңес алуға болады деп айтқым келеді. Тағы қосарыңыз болса? Иә, дұрыс айтасыз. Және де жүктілікпен қатар көбіне енді босанған әйелдерді айтып жіберейік, осы жерде босанған әйелдердің өздері де көп хабарласады маған. Босанғаннан кейін геморрой болады, көп әйелде болады. Барлығында білмеймін, барлығында болады. Ну, почти 70-80% болатын шығар, себебі уже как хабарласқан әйелдерден белгілі ғой. Және осы геморройды емдеу, жүктіліктің бастапқы кезінде тамақтануды дұрыстау. Осыған көп көңіл бөлсеңіз, жүктіліктің кезінде де, босанғаннан кейін де бірден тамақтануды реттеп алу. Және немесе реттеп алуыңызға сол тамақтануды ары қарай жалғастырып кету. Бір сондай период болып қалады, босанғаннан кейін роддомнан шықтığında қайттан той, не шаруа, сонымен барлығы ұмытылып кетуі мүмкін, бірақ айналып келген кезде әйел адам қайттан қиналады. Разрыв болады, геморрой болады, оның барлығы асқындырады. Іш қату одан сайын күшейіп кетуі мүмкін. Сол себептен барынша дайындалып, уже морально, физически жаңағы дайындалып, сол режиммен, қазір бастасаңыз, сол режимді ары қарай босанғаннан кейін де жалғастырып кетсеңіз деген ақыл кеңес сияқты. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыз болады. Іш қатуға байланысты мына жерде сұрақтар бар ма бізде? Көрінбейді сұрақтарды. Менде де көрінбей жатыр. Жалпы осы тақырып бойынша, іш қату бойынша, именно іш қату бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, осы посттың астына жазып кетсеңіздер болады. Бұл пост түрінде сақталатын болады эфир. Осындай эфирге рахмет айтамын, менімен бірге өткізгеніңіз үшін. Сізге де рахмет шақырғаныңыз үшін. Құлбалаева Гүлім Арыстанбекқызы, гастроэнтеролог дәрігер, тәжірибелі. Егер де іш қату болатын болса, немесе асқазан ішек жолдарына қандай да бір мәселесі болатын болса, гастрит, панкреатит, холецистит деген сияқты аурулар болатын болса, онда Гүлім Арыстанбекқызының страницасына қосылсаңыз болады деп айтқым келеді. Барлығыңыз тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Записьте көбісі көреді деп ойлаймын. Записьті сақтауға тырысам қазір. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы.